Ең оңай 46-шы есепті қарастырайық. Бұл жерде бірдей сандарды жақша сыртына шығарамыз, яғни ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Бірінші қосылғышта 7 мен 7, біреу 65-пен көбейтіп, біреу 35-пен көбейтіп отыр. Демек, ортақ көбейткіш 7 болады. Жақшаның ішінде қалғанын жазамыз, яғни бізде 65 пен 35. Екінші қосылғышты жазамыз, ол бізде көбейтінді 3, өткен 2 санды қалған 2. Мына екеуі не болып тұр? 3-ке көбейтіліп тұр. Демек, 3-ті шығарамыз да қалған сандарды мұнда жазып шығамыз. Енді кәдімгідей есептейміз. 7 көбейтілген 65-ке 35-ті қосасыздар, ол бізде 100 болады, 100 қосамын 3-ті, енді 35-ке 55-ті қосамыз, ол кезде бізде 90 болады. Сонда 700-ге 270-ті қосасыздар, сонда 970 болады. Бірінші есеп шықты мәні. Енді екінші, бұл жерде дәл солай 3-ті шығарсақ болады. Демек, біз бірінші 3-ті шығаруымызға болады. Бұл жерде 8 2 рет, 3 2 рет беріліп отыр. Мұна 3 пен мұна 3-ті шығарайық. Қалған 8-тер екінші жақшаға қалсын. Демек, тек кеттік. 3-ті шығарам. Сонда 93, көбейту бар, 93 қосылған 97, 7 қалады. Екінші қосылғыш не үшін қосу қойып отыр? Себебі мұнда барлық қосу, екінші шығатын көбейткіштің амалы қандай? Алдындағы оң ба теріс ба соған қарап қоямыз мына жерге. Екінші не қалды бізде? 8 қалды, 8 шығады. Сонда 3 қосылған 97. Сонда бірінші жақшадан бізде 100 шығады, сонда автоматты түрде жасайық 300. Екінші жақшадан да 100, 800. 300-ге 800-ті қосамыз. Сонда жауабы 1100 болады. Келесі. Үшінші есепте 37 және 63. Бірінші мынаны орында аламыз. 37-ні шығарам. 49 қосу 51. Екінші 63-ті шығарам. Екеуінде бірдей 63-ке көбейтіліп тұр. Сонда 49, мұнда да 51 қалып тұр. Енді мәнін табамыз. 49-ға 51-ті қоссақ, қайда? 49-ға 51-ті қоссақ 100, сонда 37-ге көбейтсек 3700 болады. Екі нөлдер кеселамыз, екінші жақшадан да 100 шығады. Енді 3700-ге қосамыз 6300-ді. Жауап 10.000 болады. Келесі соңғы есеп. Мұнда ұқсас сандар, мүмкіндігінше мен кіші санды алуға тырысам, көбейткішке 73-ті шығарам. Бірінші. Ол қайдан шықты десек, мұна бірінші көбейткіш пен үшінші көбейткішті бір жақшаға біріктірем, яғни ортақ көбейткіш шығарам. Сонда менде 819 қосылған 181 қалады. Екінші жақша бойынша 27 көбейтіліп отыр екен, 27-ні шығарам. 181 қосылған, мұнда да 819. Енді мәні табамыз, 819-ға қосамын 181-ді.
сонда бізде 1000 болады. Астына жазайын. Тең. Бірінші жақшадан 1000 шығады ғой. Сонда 3 0 тіркей саламын. Көбейткенде. Қосам, екінші жақшадан да 1000 шығады. Тағы да 3 0 тіркеймін. Сонда 73 000-ға 27 000-ды қосамыз. Сонда 100 000 болады.